Сәлем достар, сіздермен бірге Нурила. Бүгін сіздермен бірге ерекше хамир хасиб тағамын бірге дайындайық. Менің каналыма тіркелуді, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл тағам өзбек халқының ұлттық негізгі тағамдарының бірі. Ал дәмін көрсек, сондай ерекше, басқа да тағамдарды, ерекше тағамдарды ұнататын болсаңыз, осы тағамды дайындап көріңіз. Ең алдымен жуаны аршып, қабығынан тазалап, жұқалап тураймыз. Жұқалап, тіпті теркадан өткізіп, мясорубкадан өткізіп, майдалап тастасаңыз да өз еркіңіз. Мен жұқалап турадым. Және оның үстінен бір шай қасық және татымына қарай өзіңізге тұз салып езіп, оның үстінен тартылған етті салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл тағамның ерекшелігі осы салмасы, салмасының ішіне бізге күріш қосылады. Өзіңіз білесіз, күрішті жартылай пісіріп қоссаңыз да болады, ал мен пісірмей қостым. Енді үстіне жұмыртқа қосып, әдемілеп араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан соң, татымына қарай тұз, қара бұрыш, әртүрлі шөптерді, зелендерді қоссаңыз болады. Енді қамырына келдік. Қамырында кәдімгі мантының, пельменнің қамырына істегендей қылып қамыр елейміз. Қамырды елеп алдым және оны пакетке салып, этиленовый пакетке, салфанға салып, холодильникке қойдым. Бір жарты сағаттай тұрды. Және оны жайып алдым. Дәл видеодағыдай маған осы конвертик сияқты қылып істегені ұнады және сол ыңғайлы болды. Соны жасадым. Ал әркім әртүрлі жасайды. Өз қалауыңыз бойынша осылай сопақша қылып, төрт бұрыш қылып істей берсеңіздер болады. Ішіне молдау қылып, етін салмасын салып жасадым. Мантоваркамызды майлап, оны үстіне саламыз қамырымызды және оның үстіне майлаймыз. Бір 45-50 минутқа қоямыз. Вуаля, менің хамир хасибым дайын болды. Бұны өзбек халқы хамир хасиб деп айтады. Қазақшаға сонда қамыр әсіп болады. Ыстық шайымызды демдеп, ыстық тағамымызды жеп, нәрленіп отырайық. Ыстық шайдан және ыстық тағамнан алып отырыңыздар. Ас болсын, барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұдан да жақсы рецепттер болады. Мен сіздермен болған Нурила.